Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен вице-министр Олжас Әбішевке қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Біртанов пен Әбішев денсаулық сақтау министрлігінің жарамсыз ақпараттандыру платформасын қабылдау және пайдалануға беру арқылы лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп күдіктелуде. Платформа денсаулық сақтау жүйесіндегі проблемаларды жедел шешу үшін пациенттер және дәрі-дәрмектер, медициналық бұйымдар туралы барлық ақпараттарды біріктіру керек еді. Бүгінгі таңда платформа жұмыс жасамайды және оның медициналық мекемелердің пайдаланбайтыны жиналған дәлелдермен расталады. Орындалмаған жұмыстардың құны 4,1 миллион ақш долларын немесе 1,5 миллиард теңгені құрайды. Сондай-ақ, Елжан Біртанов санитарлық авиацияның әуе кемесін 2020 жылғы маусымда жеке мақсаттары үшін пайдалану кезінде өкілеттіктерін асыра пайдаланады деп күдіктелуде. Ағымдағы жылғы 7 шілдеде сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы жарияланып, қылмыстық іс материалдарымен танысу басталды. Өзге ақпарат Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес жария етуге жатпайды.